қанша, көзді ашып жұмғанша, кірпік қаққанша болып жатыр. Мысалы, Американың бүгінгі 3 қаңтардағы әскери операциясы, Венесуэланың басшысы Мадуроны тұтқындауы. Бұл бүкіл дүние жүзін таңырқатып отырған таңғажайып оқиға болып отыр. Ал Венесуэладан Мадуроның тұтқындалуының халықараға беретін қандай мәні мен мағынасы бар? Біріншісі, орыс өзінің ең сенімді серіктерінің бірінен айырылды. Бұл бір. Екіншісі, Қытай ең сенімді серігінен айырылды. Тек Қытайдың Венесуэлаға салған ақшасының өзі 70 миллиардтан асады. Бұл нақ ақша күйіндегісі. Ал Қытайдың жалпы Венесуэладағы мұнай өңдеу саласы, мұнай барлау, мұнай қазу сияқты істерге жұмсаған ақшасы бұдан әлдеқайда зор. Қытайдың Венесуэлаға берген қарызы, аталмыш инвестициясы, жаңағы Қытай қаржысының құпия сыры деген 2017 жылғы лекциямда айтқанымдай, кәдімгі buyer credit жолыменен жүрген, онда кәдімгі Қытай билігі Венесуэланың бүкіл экономикалық макро структурасының барлығын дерлік, Қытайдың ақшасын Венесуэланың мемлекетіне не ұлттық компаниясына қарыз беріп, оның өсімі өте жоғары, және бұл ірі проектлердің барлығын Қытай өз компаниясына жұмыс істеткізеді, яғни Венесуэла Қытайдан қарыз алады. Қарыз алған үшін өзінің мұнайын кепілге қояды. Мұнайын кепілге қойғаннан кейін, ары қарай ол алған қарызды басқа ешқандай жаққа жұмсай алмайды, тек Қытайдың ұлттық компаниясына сол мемлекеттік проектлерді істетеді. Яғни қарызға Қытайдан алған ақшаны Қытайдың ұлттық компаниясына төлеп, жаңағы макро жобаларды жүзеге асырады. Нәтижесінде ақша Қытайдан шығып, қайтадан Қытайдың қалтасына кетеді. Бірақ Венесуэла мемлекеті Қытайға қарыз болады. Оның пайызы өте жоғары. Қысқасы, Қытай 70 миллиард доллар ақшаны салып қойған. Ал басқа бейресми және әскери мемлекеттік құпия деңгейдегі жобаларға салған ақшасы бұдан әлдеқайда жоғары дейді. Қысқасы, Қытай Венесуэлада болған осы жолғы өзгерістен бірінші қатты зиян шеккен ел Қытай болып отыр. Яғни Қытай осы жолғы Трамптың Мадуроны тұтқындауынан ең бірінші зиян шегуші ел болып отыр. Бұл бір. Екіншісі, Ресей. Ресейдің Венесуэланың мұнай секторына салған ақшасының өзі 20-40 миллиард көлемінде дейді. Бұл ашық тек Ресейдегі компаниялардың, яғни бәрі Путиннің ілкіндегі Ресейдегі Роснефті бар, Лукойл бар сияқты компаниялардың салған ақшасы ресми, бейресми деректер 20 миллиард, 30 миллиард, 40 миллиард дейді. Жарайды, қайсы болса сон болсын. Бірақ Ресейдің де көп жағдайда көлеңкелі бизнеспен ғана айналысатын белгілі. Ал бұл арада бүкіл дүние білетін, бірақ орыс пен Қытай мойындамайтын бір тірлік бар. Венесуэла Қытайдың есірткі жасайтын орталығы. Венесуэлада жасалған есірткі Мексика айналып, Америка мен Канадаға сатылады. Тіпті бүкіл дүниеге кетеді. Ол қандай есірткі? Химиялық есірткі. Бұл бір. Екінші, Венесуэла Ресейдің жеңіл типтегі қару-жарақтарды бүкіл Латын Америкасына саудалайтын қару-жарақ орталығы. Орыстың сататын қару-жарағы бар, Қытайдың сататын есірткісі бар. Екеуінің де халқының аузынан жырып отырып тапқан зор көлемдегі ақшаны шетелге осындай саяси мақсаттарға инвестициялайтыны бар. Аты инвестиция болғанмен, айналып келгенде тағы осы елді құлдану, немесе өздерінің диктатуралық қисапсыз байлықтарын жаңағы шетел асыру сияқты мақсаттарға ие. Күрделілендіру ақшасының түрін. Қысқасы, бұл жерде өте күрделі бір әңгімелер болып тұр. Яғни ашық жария 70 миллиард Қытайдың ақшасы, жария түрде ашық орыстың 20-30 мүмкін 40 миллиард ақшасы күйді кетті. Ал құпия Қытайдың пәленбай миллиардқа салып отырған есірткі инвестициялары,
тағы басқа көлеңкелі бизнестер күйді кетті. Ресейдің қару-жарақ бизнесі, анау мынау бизнесі күйді кетті. Бұл жай ғана бұл ақшалардың күйгені емес, ең бастысы дүние жүзінде тағы бір социалистік, коммунистік, диктаторлық, қанішерлік билік аяқтады. Венесуэлада сайлауды өткізіп, ашық бәсекеге шығып, артынан мен сайлауда жеңдім деп өзін-өзі жариялап алған Мадуро енді міне тұтқында. Қараңыздар. Тақайда сайлау өткізді. Биліктің маймылы Әміржан Қосанов сайлауға қатысты. Бүкіл ел сенді, алданды. Бүкіл ел. Әміржан Қосановты қолдап кетсек, ары қарай Әміржан халық мені қолдады деп президент болса, әйтеу Назарбай және ол тағайындап кеткен Тақайдан құтылсақ бір жақсылық болар деп біраз аңқау қазағым, ақкөңіл қазағым сенді. Бірақ не өзгерді? Ештеңе. Әміржан бүкіл қазақты алдады. Ал сол Әміржанның алаяқ екенін білетін бүкіл қазақ кеше сонымен ауыз жаласып жүрген Айдос Сарым, соның командасының біреуі. Дос Көшім, Абзал Құспан дегендерді пір көріп отыр. Мысалы, олар араға біраз уақыт салып үндемей жүрді де, Дос Көшім деген кәрі түлкі сахнаға қайта шықты. Ал Әміржан Қосановтың сенімді серігі Айдос Сарым мен Абзал Құспан парламентте депутат болды. Яғни ешқандай жаңа Қазақстан жоқ, бұл тап-таза ескі Қазақстан. Енді сол сайлаудың нәтижесін ұрлап алған Мадуроның тағдыры Тақайға жұғысты болсын. Мадуро ненің күнін көрсе, Тақайда соның күнін көрсін деп тілейді. Әлгінде таңертең отырып бір екі шумақ әзіл жазып жібердік. Енді әзіл, оны өлеңдеуге де келмейді, біздің ақындығымыз жоқ. Мадуроға арнаған әзіл. Қабыл аларсыздар. Қош Мадуро, артыңда кімің қалды? Көрейде Ким Жоңындай інің қалды, Белорыста Лукаштай ағаң қалды, Тақай гүлдей әдемі гүлің қалды, Путин қалды, бармағын шайнап қалды, Шижыңпыңда күш жоғы айғақталды, Қызыл бастың сарт шалы шала жансар, Қазақтан бір қыздеке маймақ қалды. Артында осылар ғана қалды. Ендігі алдыңғы жолы осы Сириядағы Башар Асадтың Мәскеуге қашып барғаннан кейін айтып едік қой. Ендігі кезек сол Иранның сартшалына келу мүмкін, Лукашқа келу мүмкін, Кимге келу мүмкін, Тақайға келу мүмкін, немесе Мадуроға келу мүмкін дедік. Тура сол айтқанымыз сияқты. Енді бұлай қарап отырсаң, Кимнің іргесінде көрші болып орыспен Қытай тұр, Лукашенкенің кәдімгі тірегі болып орыс тұр. Енді бұлай қарап отырсаң, қиыр қонып шет жайлаған Венесуэла бірінші кезекте кетті. Енді сіздерге бір сұрақ. Келесі жолы Ким ба, Лукаш ба, Тақай ма, жоқ сартшал ма? Келесі кім болады? Ең бірінші Милошевич кетті. Милошевич, одан кейін Каддафи кетті. Саддам Хусейн кетті. Саддам Хусейннен кейін Каддафи кетті. Каддафиден кейін міне Башар Асад кетті. Башар Асадтан кейін міне Мадуро кетті. Енді сол Иранның Қызылбастың сартшалы, Лукашенке, Ким, Тақай қалды. Путиннің өзі ауыз жаласқан достарынан, Путиннің жаңағы шынжырлы шұбартөс иттерінен осылар ғана қалыпты. Мүмкін бір жақсылық келе жатыр. Ертеңнен үміт үзбейміз, жақсылық келе жатыр. Әрине жақсылықты да жаратушы үлкен орайды да соған дайындығы бар адамға, соған лайық адамға береді. Жаратушы егер бізді сол жақсылыққа лайық деп білсе, біздің ісіміз, ниетіміз, қарекетіміз, дайындығымыз сол жақсылыққа лайық болса, әрине бізді сол жақсылыққа лайық деп білсе, жаратушы бізге жақсылық береді. Біз сол еркіндікке, теңдікке, демократияға, әділдікке, азат өмірге, бай бақытты, баяшат өмірге лайықпыз ба? Сонда ғана
жаратушы соны береді. Егер лайық болмасақ, әрине жоқ. Бүгінгі үлкен жаңалығымыздың реті осылай. Бұл енді дәл қазіргі дүниеде бұдан үлкен жағымды жаңалық жоқ, бұдан үлкен жақсылық жоқ. Трамптың Truth Social әлеуметтік желісіндегі жазбасын таңертең таң намазына тұра салып аударып отырып жарияладық. Оны барлықтарыңыз көрдіңіздер. Онда былай жазады Трамп. The United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela, and it is leader President Nicolas Maduro, who has been along with his wife, дейді. Оның әйелімен тұтқындапты. Америка құрама штаттары Венесуэлаға және оның көшбасшысы президент Николас Мадуроға қарсы кең ауқымды шабуылды сәтті жүзеге асырды. Ол әйелмен бірге тұтқынға алынып, елден шығарылды. Бұл операция ақш құқық қорғау органдарымен бірлесіп жүргізілді. Толығырақ кейінірек жарияланады. Бүгін сағат 11-де Мар-а-Лагода баспасөз мәслихат өтеді. Осы мәселеге назар аударғандарыңыз үшін рахмет, президент Дональд Трамп деп жазып отыр. Енді бұл арада Трамптың Truth Social'ындағы ақпаратты біз жарияладық. Ол мөлшерменен мен таңғы 7-де таң намазына тұрғанда ол 3 сағат бұрын жазыпты. Сонда ол шалың ұйықтамай таңғы сағат 4-те жазып отыр. Ал таңғы сағат 4-те ол жазса, онда Американың әскерилер кем дегенде таңғы сағат 3-те 2-де операцияны бастады деген сөз. Сонда бүгін шалың ұйықтамады. Қазір 11-де Мар-а-Лагода жаңа жиналыс болады деп отыр. Міне Америкада Вашингтон уақыты бойынша жазса, дәл қазір міне 11-ден 13 кетті, сіздерде кешкі 9-дан 13 кетті. Енді не болып жатқандығын телевизордан көріп алайық, сосын асықпай айтармыз. Қысқасы, бұл бір өте сәтті зат болды, өте бір сәтті іс болды. Қытай бүкіл оңтүстік Американы өзінің жаңағы қалауынша тайраңдайтын артқа ауласын айналдырып алып еді. Қысқасы, бұл Қытайға да, Орысқа да тұмсықтан берілген бір сұмдық ауыр соққы болды. Әлгі великий орыстар менен құтырған қытайлар енді кім екенін білді. Ал бүгінгі ең негізгі ақпарат, ең керемет ақпарат осы болды. Енді екінші ақпаратты айтайық. Америка Ресейдегі ақш азаматтарын елден кетуге үндеді. Ол деген сөз, жуырда Ресейге зор көлемде бір шабуыл жасалуы мүмкін. Бұл бір. Немесе Ресейде қандай да бір қоғамдық бір үлкен зор өзгеріс, немесе бір қоғамдық бір зор шайқалыс болуы мүмкін ішкі жақтан. Немесе Украинаға томагауқты берді, немесе Хаймарсты енді қай жерінен атасың, өзің біл деп батасын берді. Қысқасы, бір деңке болғалы жатыр. Соғыс басталғалы міне 4 жыл. Алда келе жатқан міне ақпанда міне 4 жыл болады. Ал осындай жағдайға дейін Америка бұндай үндеуді тастамай отырып, аяқ астынан енді бұндай үндеуді тастауының ар жағында не тұр? Демек, үлкен гап бар деген сөз. Не Украинадан бір келгілік келеді, не Ресейдің ішкі жағында бірдеңе болады. Бұл осындай бір әңгіме. Немесе сол ерекше операция тікеден тіке арнайы әуеден десанттар Кремльге түсуі мүмкін, қалқып отырып. Сосын Путинді тұтқындауы мүмкін. Немесе Ресейдің ішкі жағында ұзақ уақыт араласу, сөйлесулер бар, адамдар бар. Мүмкін ішкі жақта тағы бір адамды Путиннің орнына қоюға келісілген де болуы мүмкін. Оны біз білмейміз. Бір жаратушы біледі. Бұл әлем дегеніңіз бір шұғыл өзгерістердің кезінде тұр. Өте шұғыл. Баяғы өткен заманның кез келген уағымен салыстырғанда, дәл қазіргі әлемдегі өзгерістердің тездігі міне таңғажайып. Мысалы, мен кеше түнде жай жаттым. Таңертең таң намазына тұратын кезде Мадуро ұсталды деген ақпаратты тыңдаймын деп ойлаған жоқпын. Кеше мен таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін құйрығым жер иіскемепті.
шапқылау, кездесу, сөйлесу, жаңағы дәу алдыңғы жолы ақ үйге үлкен хат жолданды дегенде мына аяғымнан кеудеме келетін дәу хатты салдым ғой. Мысалы, Трампқа салдым оны. Кеше Джиди Вансқа кетті, Марко Рубиоға кетті. Мысалы, ондай хаттар. Кездесулерім ол бұлайынан жүріп жатыр. Міне бүгіннің өзінде сенбі ғой. Мен бір телеарна сұхбат алуға келісіп қойды, телеарна. Құдай қаласа сұхбатты берем, олар уағында жарияласа, оны сілтемесін бөлісем. Міне жан жаққа жан таласып іске кірісіп жатырмыз. Неге? Неге кірісіп жатырмыз? Бір ғана нәрсе, анау түрмеде отырған 18 бауырымызды, 19 бауырымызды құтқару. Ал сол үшін міне Вашингтонда күндіз күлкі, түнде ұйқы жоқ. Бүгін енді сенбі, сіздерге енді мен сол Құдай біледі, сол сенбі жексенбіде ғана бір тікелей эфирде сөйлемесем, былайғы уақытта тікелей эфирде сөйлей алмайтын сияқтымын. Неге десеңіз, күндізгі кездесулерім көбінде сол. Сондықтан жаңағы бір жерден бір жерге бара жатып, мысалы, кеше Вашингтонда бір жерден бір жерге, бір кездесуден екінші кездесуге барып, ортада қарасам 2 сағаттай уақыт бар екен. Көлікте отырып, бір емес 3 видео сөйлеп тастадым. Енді бір кездесуім қаланың мына басында, екінші кездесуім ана басында, ортасында 2 сағат не істеймін енді 2 сағатта. Сонымен кеше көлікте жүріп, Вашингтонда бір 3 видео сөйледім мысалы. Оны анау тікелей эфир бөлімінен көре алмайсыздар, оны видеолар бөлімінен көресіздер. Менің енді видеоларым сондай форматта жалғасуы мүмкін. Бұл екінші бір өзгеріс. Ресейде жаңағы анау нені айттық қой, Америка әскери деймін, азаматтарын Ресейден кетіңдер дегеннен тыс, тағы бір жақсылық, жағымды нәрсе, ол Украин тараптан болуы мүмкін. Украин тараптан. Неге десең, Ресейдің осы жолығы Украинаға орасан зор шабуылы, сосын Путиннің өтірік алдауы, оның бәрі Трамптың алдында Путиннің беделін түсіріп отыр. Беделін түсіріп отыр. Мысалы, CNN-нің өзі Путиннің сарайына шабуыл жасалынбады деді. Бұл бір әңгіме. Демек, бұның барлығы Путин кәдімгі Трамп сияқты бір элиталық, бір лидерлік сипатқа емес, кәдімгі Советтің ауылында, көшеде қалған талтаң еткен бір көшенің бір содыр сүмелегінің деңгейіндегі адам екендігін көрсетіп қойды. Екіншіден, жұрттың бәрі ойбай, Трамп неғып Путинді құрта қоймады, жайрата қоймады дейді. Американың мемлекеттік мүддесіне Ресейдің аман тұрғаны керек сияқты. Еуроодақ болып, бөлек ақша жасап, өзі бөлек отау тігіп, бүкіл әскери саласын Америкаға тапсырып қойып, бүкіл ақшаны НАТОның әскери бюджетіне бөлдесі де бөлмей, бірақ Ресейден газ алып отырған Франция мен Германия Америкаға онша ұнамайды. Трамптың қысымымен ғана олар әскери бюджеттің ішкі жалпы өнімінің 5%-ын НАТОның әскери бюджетіне бөлуге әрең келісті. Оның өзінде Трампты қаралап, бүкіл медиалары жазып, ойбай бұл НАТОны құртатын болды, бөлінетін болды. Трамп беттерін айтты. Егер сендер шынында Украинаға жандарың ашса деді, онда Ресейден газ алмаңдар деді. Ал бірақ Германия алып отыр ма? Алып отыр. Ресей алып отыр ма? Алып отыр. Олардың сонда Украинаға берген ақшасы не? Қаруы не? Мына жақтан Путиннің қалтасына доллар, евро салып отырса. Яғни, Ресейді құлатудың жалғыз жолы тек қана қаржылық бұрсаулау. Соғысатынға ақшасы қалмаса, әскеріне беретін ақшасы қалмаса, Путин өзі ақ тоқтайды. Соны Трамп біліп отыр. Себебі ол экономист, себебі ол бизнесмен. Ал бірақ бұл арадағы бір нәрсе, Еуропа оған келіспей отыр. Ал Еуропаның саясаткерлері мына жақтан Украинаға қаржы беріп, қару беріп, ана жақтан Ресейден газ алып, Ресейді күшейтіп отырған, ақша төлеп отырған, оның логикаға қайшы екенін білмей ма?
Бұл жерде мүдде дейтін нәрсе бар. Еуропадағы мұнай газ алпауыттары Ресейдің анау тиын болып қалған газы мен мұнайын ала бергісі келеді. Неге? Жер бетінде ондай арзан газ жоқ. Жер бетінде ондай арзан мұнай жоқ. Яғни текке су тегін тұр. Енді осыдан барып қараңыздар. Соғыс пайдалы ма екен? Мұнай газ алпауыттарына пайдалы. Неге? Соғыс болса, Ресей бейшара халге түседі екен. Газымды алшы, мұнайымды алшы, тиынға алшы. Аузын айға дейін созып, бір барелі $70 деп тұрған 60 деді, 50 деді, 40 деді. Иран тіпті бір барел мұнайды $4, $2 дейін Қытайға сатыпты. Ал Индия Ресейдің әр барел мұнайын қалқараның әзіргі ортақ бағасынан тыс, тіпті соның 4-тен біріне, 5-тен біріне сатып отыр. Яғни Ресей 70-80% арзандатып сатып отыр. $100 затты $20 сатып отыр. Ойлаңызшы, мысалы мына костюм шалбарды 1000 теңгеге берсе, әрине тегін деген зат қой. Тура сол сияқты. Сондықтан былай қарап отырсаңыз, мынау қазақтар көп жағдайда бір сәби баланың, аңқау баланың бір сөзін айтып қалады. Мен кейде сондай кісілерге таңырқаймын. Ойлашы, дүниені ұстап отырғандар кімдер? Қаржылы, қалталы алпауыттар. Ал аталмыш президенттер кімдер? Сол қаржылы, қалталы алпауыттар қаржыландырып, сен біздің мүддемізді қорға, біз сенің саяси амбицияңа көмектесейік дейтіндер. Францияның президенті кімдердің арқасында билікке келеді? Жаңағы мұнай газ алпауыттары, әлемдік алпауыттар, корпорациялар, солардың басшыларының көмегімен дүние билікке келеді. Ал Германияның басшысы, яғни герман канцлері кімдердің арқасында билікке келеді? Ол да сондай. Ал сонда Германияның, Францияның басшылары жаңағы өздерін қолдаған, қаржылық көмек берген, сайлауда бүкіл командасын іске қосып ұйымдастырған сол мұнай газ алпауыттарына тәуелді ма? Тәуелді. Мүмкін солармен бірге ме отыр? Мүмкін солармен бірге соның мұнай газ компаниясының бәленбай пайызын алып отыр. Мүмкін солардың бір компаниясының атында тіркелген екінші компания, оның атында тіркелген үшінші компания, оның атында тіркелген офшорлық компания, оның атында тіркелген офшорлық компания, оның атында тіркелген тағы бірдеңке, оның атында тіркелген қор, оның атында тіркелген жаңа бір тағы басқа сондайлардың ішінен соңында сол Францияның президенті мен Германияның канцлерінің аты тұруы мүмкін. Міне, бұл жерде әлем күрделі қазекем. Әлем күрделі. Яғни соғыс жалғасқан сайын, Украинада Украинаның қалалары қирап, балалар өліп, қарттар, аталар мен әжелер ұл қыздарынан айырылып, әйелдер жесір қалып, балалар әкелерінен айырылып, адамдар мүгедек болып, жап-жас қыздар мен жігіттер қолынан аяғынан айырылып жатқан кезде, әне жерде телевизорда костюм шалбарды киіп, галстукты тағып, қылғынып отырған, жаңағы біз бұл соғысты қатаң айыптаймыз деп, жаңағы бәленбай $1 көмек атадық деп тұрған кісілер ауашада отырып сақырлатып ақша санап отыр. Неге? Ресейдің газы, мұнайы ең арзан газ. Ал олар оны судың орнында арзанға алып алып, оны былайғы жұртқа сатып отыр. Міне бұл шындық қазекем. Сондықтан сіздер кімнің сахнада не айтқанына емес, кім сол сахнада айтқан сөзінің аржағында кім қандай нәрсе істеп жатыр, соған үңіле біліңіздер. Мысалы, көп қазақ менің эмоционалды жігіт екендігімді қабылдай алмайды. Себебі қазақтардың назарында эмоционалды жігіттер өте аз. Біздер жаңағы әдеп сақтап, бүйтіп сыпайы, сызылып, жаңағы жасым. Палау жейсің бе? Иә. Манты ішеді, жаман емес. Ет аса салайық. Болады. Шай іше тұрасың ба? Жоқ, кейін ішесің бе? Болады, өзіңіз біліңіз. Көп қазақ солай. Мысалы, Астанадағы министрлер, депутаттар костюм шалбарды жаңа киіп алған, қылғынып, біз бұл мәселеге жіті назар аударатындығымызды білдіргіміз келетіндігін айтқымыз келеді деп отырады. Елдің назарына
сол зиялы сияқты. Елдің назарына ашуын, мінезін, жақсы көргендігін айтатын Серікжаннан гөрі жаңағы тісінің арасынан сыздықтап сөзін шығарып, ана арамза пиғылын ішіне жасырып, ар жағы ұлып тұрғанмен беті күліп тұратын сондай сүмелектер елдің назарына сол бір керемет сияқты болып сезіледі. Жоқ. Олар өздерінің бүкіл адами болмыстарын жасырушылар. Ал мен сіздерге өзімнің адами болмысымды ашық көрсетушімін. Мен жақсы көрем бе? Айтам. Сүйем бе? Айтам. Жек көрем бе? Айтам. Боқтайым ба? Жіберем. Неге? Мен өзімше бүйтіп сүбханалла, сүбханалла, боқтаған күнә біледі деп бүйтіп отырмайым. Боқтайым. Ертең қолыма билік тиді ма? Шапқым келсе шабам, турағым келсе турайым. Егер ол ұлтқа қарсы заңға қайшы жұмыс істеді ма? Оны аяп, өтіріктен жаңағы шүленсіп, өтіріктен бір сондай бір қамқоршысып, мен оны жасырып отырмайым. Мен кәдімгі аузымды ашса жүрегім көрінетін, ішім қандай, сыртым қандай, сол қалпымда сіздерге көрінгім келеді. Және мен оның үшін қысылмайым да. Қысылмаймын да. Қысылмайым ол үшін. Неге қысылуым керек? Біреу айтады, ой, саған ұнайтын кім бар? А сонда маған ұнау үшін мен жаңағы анау адамдарды сынамауым үшін сонда мен сырланып, сызданып, паңданып, кісімсініп, жаңағы сөйтіп сөйлеуім керек пе екен? Жоқ. Енді қараңыздар. Қазір Украинада бір өзгеріс болуы мүмкін дедік. Не өзгеріс болуы мүмкін? Не өзгеріс болуы мүмкін? Сайлау. Немесе алдыңғы жолы Трамп пен Зеленскийдің 90%, 95% келісіп жатырмыз дегеннен ары қарай көп нәрсе болмай қалды. Яғни Зеленский бір нәрсеге рұқсат алды, бата алды. Оны айтқан жоқ. Ол да ақ үйден ренжіп бұлқан-талқан болып қайтқан жоқ. Немесе оның ар жағы аталмыш келісім шарттарының ар жағы аяқсыз қалып қалды. Демек, барлық нәрседе аңшының кешіккеннен дәмет дейді. Егер саяси басшылар бір нәрсені қоңыраулатып, қоздатып алып кетсе, оның ар жағында бір әңгіме жатыр деген сөз. Ал егер бір нәрсені елеусіздендіріп, максимал деңгейде жай қойып қойса, ар жағында үлкен әңгіме бар деген сөз. Демек, бұл арада шынында да бір таңға жайып бір үлкен өзгеріс болғалы жатыр. Енді Украинаның өзі Орта Азиядағы қазақ пен қырғыздың президенттері Путинге жанашып, Украинаны кінәлап, бір елдің басшысының үйіне, резиденциясына шабуыл жасаған дұрыс емес деп, мынау не жоқ екен деймін де, мына Тақай мен анау Жапаровқа не жоқ екен деймін де. Жағымпазданып, бүкіл жер шарының алдында масқара болып, Путиннің артына сабынсыз кіріп кетіп отыр ғой. Енді сөздің шыны бұл үлкен масқара болды. Бірақ Украина дұрыстап отырып, Тақайдың да, Садыр Жапардың да аузынан бұлш еткізіп ұрды тура. Шылт еткізді ғой. Ал оған қызық болғанда Американың жаңағы International Central Agency of Intelligence орталық ақылмандар агенттігі бұл ашық доклад Трампқа жасады. Путиннің резиденциясы шабуылданған жоқ деді. Бұл да бүкіл дүниеге Путинді масқара қылды. Енді сөздің шыны керек, бұл өте үлкен масқара болды. Тақай да, Садыр Жапар да осымен қатар масқара болды. Украинада аямады. Қысқасы, байқадыңыздар ма? Садыр Жапаровта да, Тақайда да бір ел басқаратын президенттерге лайық бір мінез жоқ. Бір бейшара, бір ресторандағы бір даяшы болып, сол даяшы мінез болып қалған біреудікі тұр. Трампты көрсе, оны мақтап ала жөнеледі екеуі де. Мирзаев та бар ішінде. Путинге мына жақтан жағатысып отыр. Мына жерде 20 миллион қазақ, ана жерде 7 миллион қырғыз бар. Ел не дейді, халық не дейді? Мен аз болсын, көп болсын, үлкен болсын, кіші болсын, бір елдің басшысымын ғой дейтін не жоқ. Яғни бұлар адам ретінде өте нашар, логикалық ойлаудан жұрттай, және
кәдімгі құл мінезді, тобыр саналы бейшара пақырлар екендігін көрсетіп қойды. Сөздің шыны керек. Бұл өте көп әлемдік үлкен өзгерістерде бір қызық жағдай тағы болып тұр. Мынау Ирандағы ереуіл туралы Қытай тым-тырыс, Белоруссиядан ұшқан жаңағы әскери ұшақ зат таситын Иранға бірнеше мәрте қоныпты деген ресми ақпараттар айтылып жатыр. Бірақ мейлі қалай болсын, Америка қатаң түрде ескертті. Егер дейді, оқ ататын болсаңдар әкелеріңді танытам дегенге әкелді. Ол деген сөз не? Ол деген сөз бұл арада бір әңгіме болып тұр. Иран шынында халқына зор көлемде қаңтардағыдай оқ ата ала ма? Бұл үлкен бір әңгіме болып тұр. Енді қайсы күні Нетаньяху мен Трамптың кездесуін көрдім. Газа мәселесі туралы нетіп тұр. Мен қазақ халқына миллионыншы рет түсіндіріп жатырмын. Газаның халқына бүкіл жер шарының жаны ашиды, бүкіл адамзаттың жаны ашиды. Қазақтар екі нәрсені білсін. Халықта кінә жоқ. Газаның халқы сол Хамастың темір тегеурінде жатқандығы үшін сорлы болып отыр. Егер Газаның халқы Хамастан құтылса, Хамас сияқты Иранға арқа сүйеген, Қытайға арқа сүйеген, Қытайда тәрбиеленген, Ресейден қару-жарақ алатын осындай террористік, бандиттік, қылмыстық топқа Газаның халқы екі тізгін бір жылдарда ұстатпаған болса, осы күнге қалмас еді. Қысқасы, Палестинаның соры 48 жылы Совет одағына сенім артқаннан, 48 жылы сол Совет одағымен одақтас болғаннан басталды. Міне содан бері Газаның халқы сорлап отыр. Қазіргі Газа, Хамастың екі тізгін бір шылбырды Хамастың қолын ұстатып қойған Газа, сөздің шыны керек, Ираннан қару ақша алады, Қытайда тәрбиеленеді, қару-жарақ алады, туннелдерін Қытай қазады, нәтижесінде бүкіл Палестина қор болып отыр. Енді өмірден, балалардың өлімінен, қираған қалалардан кім ақша тауып отыр? Хамастың басшыларының Катардағы банк есеп шотында 5 миллиард долларда 3 миллиард доллар екі есеп шотта екі ақшасы тұр. Хамастың алдыңғы жолы өлтірілген басшысының қатынның туннелдің астында кетіп бара жатқанда қолындағы сумкасының өзінің 30-40 мың доллар екендігі жарияланды мысалы. Анау сол туннелді жарған, бірақ туннелдің тұтас бойында камералар қалған ба жоқ, сол камералар жазатын қатты дискі қолға тиген ба, ана әйел семіз жуан әйел бетке не киіп алған, ниқап киіп алған, қолында анау Зараның ба бірдеңе, Гуссидің ба бір сумкасы тұр, сұмдық 30-40 мың доллар. Ал Палестинаның жай баласына вакцина жоқ, дәрі-дәрмек жоқ, қызыл түсіретін дәрі жоқ, өліп жатыр. Ал жаңағы аталмыш Палестинаны құтқаратындардың қатыны сонда 30-40 мың доллар деген сұмдық қой енді, 100 доллар, 50 доллардың сумкасын ұстасаң да салатын затыңды саласың ғой соған. Өзі құрттай мынандай сумка. Оған сол ұзаса бір телефонды, зарядкаңды, бір-екі бет майыңды, ерін бояғышыңды саласың, басқа не саласың оған? Мүмкін бір-екі банк карточкаңды саласың. Болды. Ол сонша ақша. Демек, қазақтар бір нәрсені түсіну керек. Көп елде мемлекетпен елді, отанды, ұлтты, сол елді билеп отырған диктатор менен ажырата біліңіздер. Иранның халқы неғып баяғыдағы 79 жылы аударылған Иранның патшасының бүгінгі мұрагер болған шетелде тұратын Иранның ханзадасын үміт артып отыр. Неге диктаторларға өлімде ереуілдеп жатыр Иранның халқы? Иранды сорлатып отырған осы сасық шалдар, молда шалдар. Оларда арнайы молдалар комитеті бар. Бүкіл билік, Иранның ең жоғарғы политбюросы бәрі молда. Жиналыстарының бәрін Құран оқып, Құран аяттарын тәпсірлеуден бастайды. Бүкіл мемлекет шариғат заңымен жүреді. Ал сол былай қарап отырсаң, ой пырай не деген дінді ең жоғарғы деңгейде ұстады дегеніңмен, анығында сол молдаларың хайуаннан да бетер хайуан. Хомейнидің 18 заңды некелі әйелі, 82 жыныстық құлы, кәнизегі бар екен.
82. Ең кішкенесі 13 жаста екен. Ал бүкіл Иранның байлығын сол 10 шақты молда қолдарын ұстап отыр. Сақалдары кіндігіне түскен жаңағы сол молдекеңдер бүкіл Иранның байлығын ұстап отыр. Сонда олар соншама Құранды, хадисті жатқа білгенде, мына халқым аш жалаңаш жатыр, ашқа жалаңашқа көмектесу керек дегенді білмей ма? Жоқ, бейуаздың қанын төгуге болмайды дегенді білмей ма? Нақақ өлтірсе күнә болады, яман болады дегенді білмей ма? Ана елдің ырыздығын, несібесін ұрлап алу, тонап алу, біреудің меншігін тартып алу, соған тиісті байлықты жалғыз өзі басып алу дегеннің күнә болатынын, яман болатынын білмей ма солар? Алар жоқ, басыңа орамал тартпасаң яман болады, ашамайды жумасаң яман болады дейді, бірақ анандай нәрселерге келгенде яман болады дегенді білмей қалады. Көрдіңіздер ма? Бұл Иранның діни жүйесі анығында діннің тонын жамылып алған тап-таза диктатура, фашистік жүйе. Мысалы, алдыңғы жолы күрт қызды ұрып өлтірді. Полициялар кәдімгі түрмеде жап-жас күрттің қызын өлтірді. Оның айыбы не? Басына орамал салмады. Қайсы шариғатта айтты? Орамал салмаған әйелді ұрып өлтір, тепкілеп өлтір деген қайсы шариғатта бар? Құранда бар ма? Жоқ. Хадисте бар ма? Жоқ. Міне бұл осындай. Ал бұлардың дінді мәжбүрлегендігі соншалық, Иранның халқы диктаторларға қарсы тұрамыз деп, дінге қарсы тұрып кетіп отыр ғой. Міне, Иранның халқы диктатураға қарсы тұрамыз деп, диктатураны жек көргендігі соншалық, олар сол диктатуралық жүйені ұстау үшін дінді желеу қылып отырғандығын түсінбей, дінге қарсы тұрып кетіп отыр. Сондықтан Иранда үнемі әйелдер орамалын лақтырады. Осы жолы да қалың әйел басындағы шыттарын лақтырып, ереуілдеп жатқаны сол. Бұл бір. Сондықтан бұл арада көп нәрсені түсініп алыңыздар. Мысалы, біздің қазақтарда да адасады. Мысалы, қазақтар 30 жыл бойы Назарбаевпенен егемендіктің ортасына теңдік сызығын сызып қойды. Анығында егемендік пен Назарбаев тең емес еді. Егемендік пенен, тәуелсіздікпенен Назарбаевтың қатысы жоқ еді. Қазақ аспан алақандай, жер тебінгідей кезден қазақ, заман ақыр, жер тақыр болғанша қазақ болып қаламыз. Біз бодан болған кезде де елдігімізді, ұлттығымызды жоймаған қазақпыз. Біздің тамырымыз тереңде, біз өркениеттерді жаратқан, таратқан еліміз, Еуропа мен Азияның ортасында мемлекеттік құрылымды, әскери құрылымды жасақтаған еліміз. Сондықтан қазақтар қынадай қырылып, жер бетінде 2-ақ миллионы қалған кезде де, 90% қырылып кеткенде де, қазақтардың жойылмау себебі сол. Жан санымыз 20 миллион болғанмен әлемде жоқ өркениет, әлемде жоқ әдебиет, мәдениет, фольклор, әлемде жоқ батырлық жыр дастандары, әлемде жоқ таңғажайып сөздік қорды сақтап отырған кім? Біз қазақтармыз. Мысалы, біздің сөздік қорымыз дүниедегі ең ірі, миллиардқа таяған, жарты миллиард ірі халықтардың, және сөзді анау ескі сөзге дейін қаттап шоттап жазып отырған халықтардың сөздік қорымен тең немесе одан көп. Неге? Бұл біздің аса ірі халық екендігімізді, құрамымыздың да көп түрлі екендігін, бай мәдениетіміз бар екендігін тек сөзіміздің өзінен көрсетіп отырмыз. Әдетте бұндай биік деңгейге жетпеген, мемлекеттік деңгейде үлкен территорияға ие болмаған, әдебиет, мәдениеті, фольклоры ондай биік деңгейге жетпеген халықтардың сөзі де жадағай, жаңағы бүкіл шығармашылығы, фольклор бәрі жадағай болады, жоқтың қасында болады. Сондықтан қазақтарды егемендікпен немесе егер сендер диктатураға қарсы тұрсаңдар мемлекеттен айырылып қаласыңдар деп қорқытумен кім айналысады? Сол диктаторлардың үгітші, насихатшылар айналысады. Назарбаевтың үгітшілері, насихатшылары не деді? Жаңағы үнемі қазақтарды, егер сендер Еуропа, Американың айтағына сенсеңдер дейді. Олар үнемі Еуропа мен Американы немесе шетелдегі ашық ойлы азаматтарды не дейді? Жауып көрсетеді. Мына елдікті сақтап отырған Назарбаев дейді. Егемендікті сақтап отырған Назарбаев дейді. Көрдіңіздер ме? Елдікті, егемендікті сақтап отырған Назарбаев дейді.
Назарбаев бар болғаны осы елге бір кездейсоқ жағдайда келіп қалған ұры ғана. Бар болғаны сол. Анау сыр шелегіне түсіп кеткен мысықты елдер таңғажайып бір жолбарыстың бір түрі екен деп оны аң патшасы қылып таққа отырғызып тағайындап сайлап, ал сол мысықтың алдынан тышқан өткенде әлгі мысық табиғат оянып кетіп тышқанды бас салғаны сияқты, Назарбаев иттің басын алтын табаққа салсаң шоршып түседі, бұғы жұмыс иттің басы ауырады деген қазақтың екі мақалын дәлелдеп қойған адам. Енді қазірде де өте көп топас саналы, тобыр саналы, құл мінезді мәңгүрт қазақтар ойлайды, осы тақайға қарсы тұрсақ мемлекеттен айырыламыз. Жоқ, 100 тақай келіп 100 тақай кетсін. 100 тақай келіп 100 тақай кетсін. Айына төңкеріс болып президент аусын. Мемлекеттігіміз қалпында қалады. Территория қалпында қалады. Ешқандай дәл қазіргідей ситуация біздің елімізді келіп бас салып жаулап алайын деп тұрған ешкім жоқ. Үнемі Қытай жаулап алады, ойбай, тақайға қарсы тұрма, осы тақайдың арқасында Қытай қорқып отыр деген. Қытай тақайдан қорқып отырған жоқ. Ол халықаралық қауымдастық, геосаясаттағы басқа ойыншылар не істейді? Мен Қазақстанға бас салсам, Америка мен Еуропа не істейді? Ақшаларымды Еуропа, Америка мұздатып қоймай ма? Санкция салып қоймай ма деп ойлайды. Ол тақайдан қорқып отырған Қытай жоқ. Тақайдан қорқып отырған Ресей жоқ. Ол сол Ресейдің өзі тағайындап қойып қойған адам. Сондықтан қазақтар мынау ел, мемлекет, отан деген ұғым сол елді мемлекетте жаулап отырған диктатордан мүлде бөлек. Мынау Палестинаның халқына деген жанашырлықты Хамасты қолдаумен шатыстырып алмаңыздар. Хамастың диктаторлық Палестин халқын жаулап отырған идеологиялық, қаржылық монополдап отырған зұлымдығына қарсылықты, Хамасқа қарсылықты Палестин халқына қарсылықпен шатастырмаңыздар. Мен Палестин халқын жақсы көрем, бірақ Хамасты иттің етінен жек көрем. Палестиннің халқы кінәсіз, бірақ Хамас Палестин халқының өміріменен ақша жасап отыр. Солардың ажалымен, кем-кетігімен, қиранды қаласымен ақша жасап отыр. Өзінің елін, отанын отқа салып отырып, Хамастың билеушілері ақша жасап отырғандай, Мадуро да өзінің тұтас сол Венесуэланың халқын жоқшылық, кедейшілікте, ғарышшылықта ұстап отырып, Мадуро және Чавес билігі жақсы, бақытты баяшатты өмір сүрді. Міне, әңгіме қайда жатыр. Чавес те сол. Бүкіл әке, шешес, аға, бауыр, жеңгелеріне дейін мансапқа қойып қойған. Мадуро да сол. Иран да сол. Лукашенко да сол. Назарбай да сол. Тақай да сол. Міне, сондықтан бұл арада диктаторларды елмен, мемлекетпен шатыстырмаңыздар. Иранның патшасы да былай қарасаң дін тонын жамылып, осы дін үшін бір керемет нәрсе істеп отырғандай болғанмен, анығында істеп отырғандары арамдық әне. Көрдіңіз бе? Арамдық. 100 қатын ала ма? Анау сақалы биттеп кеткен шал, мәлкілдеп отырған шал 100 қатын алып отыр. Ал Иранның халқы үрер киті, сығарға биті жоқ болып отыр. Міне, сондықтан Қазекем, мынау қазақтың саяси сахнасында, дін сахнасында, жалпы әлеуметтік желіде жүрген, сырланып, паңданып, тек жақсы жағын көрсететін, осы сұлу сөйлеп, әдемі сөйлеп, шешен сөйлеп, осы жанашыры қормал болып, білімді сынып, жаңа қайта-қайта сөйтіп жүрген маймылдарға алданбаңыздар. Адам, шынайы адам қалпымен көріну керек сізге. Мен мысалы солмын. Мен боқтағым келсе боқтайым. Сынағым келсе сынайым. Эфирде отырып көзімнен жас шықса жіберем, елден намыстанбаймын. Ашуланып буырқанған кезімде буырқанғанымды да көрсетем. Кезінде, мысалы, бір нақақшылық істерге заланған кезде көзіме жас алдым, мысалы. Бәрі мен сол қалпымда, мен қалаймын, мен эмоциямды жасырмаймын. Бәрін ашық, айқын көрсетіп отыр. Міне. Сондықтан сахнадағы костюм шалбар киіп, галстуктағы қылғынып алған мына сахнада жүрген маймылдардан жақсылық күтпеңіздер. Менің бүгінгі лекциям осымен тәмам.
бүгін тағы да бір шаруаларыма барам, сенбі болғанына қарамай, сондықтан көп сөйлей алмаймын. Аз уақыт онлайн сұрақ жауапқа кезек берейік, айтыңыздар. Аз уақыт. Мен қазір 11-ден 46 кетіпті. Бүгінде біраз шаруа тындыруым керек. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, бір-екі сұраққа жауап берейін де мен де кетейін. 46 минут сөйлеппін. Профессорлар 45 минут қой бір сабағы. Менің де сабағым тәмам болсын. Қытайға тықыр таяды ма дейді самұрат. Қытай үлкен зор бір тарихи өзгерістің алдында тұр. Қытай ең бірінші үлкен сұмдыққа тап болып отырғанда қаржылық дағдарысқа тап болып отыр. Өте үлкен қаржылық дағдарыс. Бұл Қытайда 1978 жылдан бері болмаған, көрілмеген қаржылық дағдарыс. Қытайдың зауыттары тұтас жабылып жатыр. Қалалар жұмыссыздарға толып қалды. Оқу бітірген жастар университеттен шыға салып жұмыс таба алмай жүр. Жасы 50-ден төмен, 25-тен жоғарғы, 25-ден жоғары 50-ден төменнің 40% жұмыссыз. Ресторандар жабылды. Тек қана Ланчжоу кеспесі дейтін ресторанның өзі тұтас Қытай бойынша, бүкіл бір Қытай бойынша 10 мыңы жабылып қалған. Ал бүкіл Қытайға атағы шыққан сериал, бүкіл тізбекті ресторандар бар ғой, мысалы, барлық жерде ашылған, шеттерінен жабылып жатыр. Бүкіл Еуропа, Америкаға экспорттайтын тауар тоқтап тұр, кемелер тоқтап тұр, тасымал компаниялар тоқтап. Банкте қаражат жоқ, ақша жоқ. Аудандық өлкөлік жаңағы өлкөлік сипаттағы банктер бар ғой, мысалы Шынжын қаласының Шынжын банкі, Шынжын құрылыс банкі деген сияқты, мысалы Ханчжоу банкі, Сужу банкі деп сол жердің жергілікті банктер жаппай жабылып жатыр. Ал Қытайдың ең ірі 4 түрі банкі бар, мысалы Қытай халық банкі, бірінші банк, аграрлық банк бар, өнеркәсіп құрылыс банкі бар, тағы басқа банктері қазір филиалдарын жауып жатыр. Бұрын кредитті ойланбай беретін, қазір кредит бере алмай жатыр. Ең сұмдығы, адамдар өз ақшасын өзі ала алмай жатыр. Бұл Қытайдағы қаржылық дағдарыс. Дүкендер жабылып жатыр. Тіпті тамақ таситындар, тауар жеткізетіндерде жұмыс жоқ. Ресторандар жабылып жатыр. Тек қана Қытайда жабылу. Әлеуметтік желіде, Қытайдың әлеуметтік желісін аша қалсаң зар. Бұрын оны өздері тиятұғын. Мысалы, бір күннің өзінде Шанхайда 100 мың TikTok аккаунтты бұғаттапты. Қазір оны тияда алмай қалды. Неге? Тиса бәрін тиеу керек болады. Анау тұр жылап, зарлап, жұмыс таба алмай тұрмын. Мынау тұр рестораным жаптым. Анау тұр үйімнің кредитін төлей алмай жатырмын. Мынау тұр мен бүгін банкпенен соттастым, бірақ сот банкті жеңгізді, мен жеңілдім деп. Анау тұр тасымал компаниям міне қарызға батыр. Мынау тұр мен халықаралық жүк таситын кеме өндірісін ашушы едім, құрдым. Мынау тұр жаңағы зауыттар, өндірістер бірақ кетті. Сол зауыттар, өндірістер тұратын жерде кішкентай сервис компания ашып едім, менікі де кетті. Қысқасы, бүкіл сала, бүкіл не тек тығырықта тұр. Бұл бір. Екінші, саяси тығырық. Қытайда әскери салада 90% генерал, әскери лауазым тұлға тұтас тұтқында. 90%. Адамзат тарихында ондай зор тұтқында Сталин кезінде ғана болған. Қазір Ши соны қайтарады. Енді бір түсініксіз жағдай тұр. Бұл тұтқындалған генералдардың ішінде аса басым көп санысы Ши Цзиньпиннің өз өсірген, өз тәрбиелеген, тіпті 20 жыл бойы соның қасында жүрген адамдар. Әдетте Қытайлар бұндай жақындарын тескізбейді. Қытайдың менталитеті. Шидікі кетіп. Ал енді тағы бір түсініксіз бір жағдай. Ойпай Жаң Юша бүкіл билікті қолға алыпты дейтінге сенбейтінін, тұтқындалған генералдардың ішінде өмір бойы сол Жаң Юшаның боқшасын көтеріп жүрген, өмір бойы сол Жаң Юшаның бәтіңкесін сүртіп, Жаң Юшаның етегін желпілдетіп жүргендер де кеткен. Сонда Жаң Юшаңда да билік жоқ сияқты. Егер ода билік болса, ол өз адамдарын неге соттатып отыр?
Қытайда бір түсініксіз, мен де түсінбейтін, ел де түсінбейтін бір сұмдық, бір кландар ортасындағы бір сұмдық бір бәле болып жатыр. Оны бір ауыз сөзбен айту қиын болып тұр қазір. Екі. Қаржылық дағдарыс, саяси дағдарыс, әсіресе әскери саладағы дағдарыс. Ал Қытайдың қазір шошып отырғаны, іргесінен Жапон деген күшті қуатты елдің Тетчер ханымнан кейінгі екінші әйел басшысы келді. Оны елдер шығыс Тетчері деп атап жатыр. Жапон Тетчері деп жатыр. Бұл Тетчер ханым Жапонияның жаңа премьер-министрі. Ол да антиқытайлық саясатты жүргізе бастады. Антиқытайлық. Тайвань, ол тіптен күшті қуатты болып, Америкадан 11 миллиард доллар қаруды алып отыр. Жоқ. Қазіргі Тайваньның қаруы бұрынғысы тек қорғаныс сипатты болса, енді тіке шабуылдайды алады. Міне. Сондықтан Қытай соңғы жарты ғасырда болмаған дағдарыста тұр. Менің жауабым осы. Ал тағы басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Қазір бізде 11:51 екен. Мен шаруама кетейін. Ал тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Секе шаршадыңыз, демалысқа көңіл бөліңіз дейді. Қатты шаршап жүрмін. Иран не болады дейді. Бұл жерде Иранның тағдырын енді екі түрлі ойлауға болады. Жақсы жағынан ойласаң, диктатура құлайды, Иран демократияланады. Онда Иран батыстық демократиялық қауымдастықтың сапына қосылатын болса, онда қазаққа, Орта Азияға пайдалы болады. Онда біздің мұнайымыз, газымыз Ресейге тәуелділіктен құтылып, тіке Иран арқылы Түркияға, Түркия арқылы Еуропаға кете алады. Бұл бір. Екінші, Иран демократиялы ел болса, онда қалқарада мұнай арзандайды. Неге? Иранның сатылмай тұрған мұнайы көп. Яғни әлемдік мұнай нарығында Иранның мұнайы сатылады. Мұнай сатылғаннан кейін, ол Қытайға барелін $2, $4 сатпағаннан, қалқараның бағасы бойынша стандарт бағамен сатқаннан, оның қалқы байыды. Байығаннан кейін әрине жақсы болады. Бірақ Иранның мұнайының нарыққа шығуын бірінші Израиль құптамайды, екінші Сауд Арабия құптамайды, үшінші Катар құптамайды, төртінші Араб бірлескен әмірлігі құптамайды. Олардың құптамайтын өте түрлі себептері бар. Израильдің назарында Иран қашанда қауіпті ел. Кез келген уақытта Израильге қауіп төндіретін ел. Сауд Арабия, Катар, Біріккен Араб әмірлігінің назарында Иран өздерімен бәсекелес ел, және ол үшеуі араб, Иран парсы. Иран сарт. Аналар араб. Сондықтан олар өмір бойы араб пен парсы от пен судай бір-бірімен шығыспайды. Сондықтан нарыққа Иранның мұнайы кірсе, арабтың клиенттер Иранның мұнайына қарай кетеді. Яғни нарықтағы арабтардың атамандық рөліне Иран таласа бастайды. Және мұнайдың бағасы арзандайды. Сондықтан Иранның осындай құрсауда жатқанын арабтар тілейді. Жаңағы үш арабтың басшысы, құдай біледі, түнде тахаждқа тұрып, Иранды шайтан түрте көр, Иранды адастыра көр. Иран осы диктатор қалпында өстіп кедей болып, сорлы болып, Қомейнидің тепкісінде бейшара болып қала берсін. Халықаралық мұнай нарығына мұнай шықпай-ақ қойсын деп тілеуі мүмкін. Неге? Иран келсе болды, арабтың мұнай нарығындағы өктемдік аяқтайды деген сөз. Сондықтан Иранның демократияланғанына Израильде мүдделі емес, арабтың алпауыт үшелі де мүдделі емес. Осындай әңгіме бар. Енді бірі, Иранда өзгеріс болғаны Ресей мен Қытайға тиімсіз. Қытай сутегін арзан мұнайдан айырылады, салған инвестициясынан айырылады. Иранда Ресей алып отырған шахид зымырандар, шахид дрондарынан айырылады. Ресей мен Қытайдың ең сенімді одағы. Қысқасы, Иран сорлы болып отыр ғой. Иранның өстіп сорлап қалуына Ресей мүдделі, Қытай мүдделі, яғни диктатуралық сапта тұр, әлемдік диктатуралық одақтың ішінде тұр деп, Ресей мен Қытай осы қалпында олардың тұрғанын қалайды, жаңағы үш араб елі қалайды, Израиль қалайды.
енді тек Иранның халқы бүкіл әлемдік мүдделер тоғысып, сол Иранның халқының сорлы болуына әкеп отыр ғой. Сондықтан Иранда жақсылық болсын деп тілеймін. Иранда жақсылық болса, онда Каспийдің ар жағынан қол бұлғап, қалау Қазақстан дейміз. Онда азаттықтың алтын сәулесі сіздерге Каспийден төгілуі мүмкін. Каспий жағалауынан демократияның сәулесі Ақтауға, Жаңаөзенге, Атырауға төгілуі мүмкін. Демек, Иран дұрысталса қазаққа пайдалы. Сондықтан біз енді сарт көршімізге Құдай бақ берсін деп тілейік енді. Оларға да оңай емес. Міне 80, 20, 46 жылдан бері Иран бейшара қалыпты тұр. Сол орысқа арқа сүйеген елдің бәрі сол. Орысқа арқа сүйеген Иран, орысқа арқа сүйеген Солтүстік Корей, бұл оңған жоқ. Қысқасы, орыс, Ресей әлемдік диктатураның бас қалқасы, бас қорғаны, қормалы болып отыр ғой. Тағы қандай сұрақ бар? Қытай Венесуэлаға әскер жібере ме? Жібере алмайды. Қытайдың өзі қалтылдап, мәлкілдеп әрең отыр. Сол Мадуро тұтқындалардың алдында Путин мен Ши Цзиньпинге телефон соққан болу керек енді. Сол Путин баяқ қолыңды жай, дұға қылайық, дұғада болайық, тахаждқа тұрайық деген шығар енді. Ши Цзиньпинде енді Маркстің аруағы, Маудың аруағы қолдасын деген болар. Одан басқа көмек бере алмайды сөздің шыныға. Ал қалың елім қазағым, аман сау болыңыздар. Мен шаруама кетейін. Міне 12 болайын депті бізде. Түскі сағат 12, сіздерде түнгі сағат 10 болайын депті. Мен шаруама кеттім. Аман сау болыңыздар. Сосын көптеген жігіттер неше түрлі тақырыппен, темамен, жағдайларын айтып, бір мәселелерді айтып жатыр. Мен мына түрмеде отырған ата жұрттың 18 батырын құтқарғанша басқа тақырыпқа кірмеймін. Менің қазір бүкіл ойымда, арманымда, бүкіл жатсам тұрсам ойымда сол. Сондықтан мені басқа тақырыптармен мазаламаңыздар. Аман сау болыңыздар.